Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітап бойынша 73-74 беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Writing 5J. An email about an event you attended. Exercise 1. Бірінші жаттығуымыз. Use the adjectives excellent, perfect, delicious, upset, fantastic to complete the email. Check with your partner. Бірінші тапсырмада осы берілген сын есімдерді мәтіннің бос орындарына қойып шығамыз. Ал оқиық. Hi Ken, I hope you are well. Guess where I went last weekend. I went to the Nowruz celebrations with my parents. My sister Zarina had the flu, so she stayed at home in bed. She was so upset. Сәлем, Кен, жақсысың деген үміттемін. Өткен демалыс күндері қайда болғанымды тап. Мен Наурыз мерекесіне ата-анаммен бірге бардым. Менің әпкем Зарина тұмау болып ауырып, үйде төсекте қалды. Ол қатты ренжіді. The weather was perfect and there were so many people there. Everyone had fantastic time. It was amazing. Some great singers performed at the festival. My favorite was Мақпал Жүнісова. She was excellent. Ауа райы тамаша болды, және ол жерде көптеген адамдар болды. Барлығы керемет уақыт өткізді. Бұл таңғаларлық болды. Фестивальде бірнеше танымал әншілер өнер көрсетті. Менің ең қатты ұнататыным Мақпал Жүнісова. Ол керемет болды. There were also fairground rides, games and theater plays in the streets. It was really like a big party. We got some special Nowruz soup in the city square. It was delicious. Сондай-ақ көшелерде жәрмеңкелер, ойындар мен театрлық қойылымдар болды. Бұл шынымен де үлкен той сияқты болды. Қала алаңында арнайы Наурыз көже алдық. Ол дәмді болды. Anyway, we had a great time and it's a pity you didn't come. Write to me and let me know how you are. Yours, Amir. Әйтеуір көңілді уақыт өткіздік, келмегенің өкінішті. Маған хат жаз, өзіңнің қалай екеніңді айт. Саған Амирден. Міне бірінші тапсырмамызды орындадық. Енді ережеге қарайық. Study skills using adjectives. Сын есімнің қолданылуы. When you describe an event, try to use a variety of adjectives, beautiful, great, instead of good. This makes your description more interesting to the reader. Adjectives go before a noun, but after the verb to be. It was a beautiful day. The day was beautiful. Оқиғаны сипаттаған кезде әртүрлі сын есімдерді қолдануға тырысыңыз. Мысалы, жақсы деген сөздің орнына әдемі, тамаша деген сөздерді қолдану керек. Бұл сіздің сипаттамаңызды оқырмандарға қызықты етеді. Сын есімдер зат есімнің алдында тұрады, бірақ to be етістігінен кейін кездеседі. Мысалы, бұл әдемі күн болды, күн әдемі болды. Келесі тапсырмаға көшеміз. Exercise 2. Екінші жаттығу. Replace the adjectives in bold with adjectives from the list. Берілген сын есімдерді төмендегі көрсетілген сөйлемдердегі қарамен жазылған сөздердің мағынасына сәйкес ауыстырып жазуымыз керек. Біріншісі, it was a bad concert. Бұл жаман концерт болды. It was a disappointing concert. Ол көңіл қалдыратындай концерт болды. Екіншісі, we had a good time.
Бізде жақсы уақыт болды. It was a great time. Бұл тамаша уақыт болды. Келесі үшіншісі. The food was good. Тамақ жақсы болды. The food was delicious. Тамақ дәмді болды. Келесі төртіншісі. The music was nice. Музыка жақсы болды. The music was amazing. Музыка таңғалдырарлық болды. Бесіншісі. The performance was bad. Қойылым жаман болды. The performance was terrible. Қойылым қорқынышты болды. Келесі тапсырма exercise 3. Үшінші жаттығу. Answer the questions and talk about an event you attended. Сұрақтарға жауап бер және сен қатысқан оқиға туралы айт. Біріншісі. Where were you? Сен қайда болдың? I was at the concert. Мен концертте болдым. Екіншісі. Who were you with? Сенмен бірге кім болды? I was with my classmates Дамир and Сәуле. Мен өзімнің сыныптастарыммен Дамир және Сәулемен болдым. Үшіншісі. What was the weather like? Ауа райы қалай болды? It was cloudy. Ол бұлтты болды. Төртіншісі. Was there any food or music? Ол жерде тағам немесе музыка болды ма? Yes, the music was excellent and we had pizza. They were delicious. Иә, музыка тамаша болды және бізде пицца болды. Олар дәмді болды. Бесіншісі. Did you have a nice time? Сенде жақсы уақыт болды ма? Yes, we had a great time. Иә, бізде тамаша уақыт болды. Міне оқушылар, бұл үшінші тапсырманың жауаптары. Келесі тапсырма writing. Жазылымға арналған тапсырма. An email about an event you attended. Төртінші жаттығуымыз exercise 4. Write an email to your English pen friend about an event you attended. 60-80 words. Use your answers from exercise 3 and the email in exercise 1 as a model. Follow the plan. Өзіңнің ағылшын досыңа 60-80 сөзден тұратын хат жазуың керек. Үшінші және бірінші жаттығулардағы жауаптарыңды алып қолдансаңдар болады. Және де төмендегі берілген планға қарап жасаңдар. Para 1. Opening remarks. Where you went last weekend? Who was with you? Para 2. Describe the weather, food, music, activities. Para 3. How you liked it? Closing remarks. Осы үлгі ретінде жазсаңдар болады. Менің жазған хатым. Hi Сәуле. I hope you are well. Guess where I was last weekend? I was at Ернар Айдар's concert. I was with my classmates, Дамир and Асел. The weather was perfect and there were many people there. Everyone had a great time. The music was excellent and we ate some delicious donuts. Anyway, we had a great time and it's a pity you weren't there. Write to me and let me know how you are. Yours, Айдос. Сәлем Сәуле, мен сен жақсысың деген үміттемін. Өткен демалыс күні мен қайда болғанымды тап. Мен Ернар Айдардың концертінде болдым. Мен өзімнің сыныптастарым Дамир және Әселмен бірге болдым. Ауа райы өте әдемі болды және мұнда көп адамдар болды. Барлығында жақсы уақыт болды. Музыкасы тамаша болды және біз дәмді донер жедік. Әйтеуір біз жақсы уақыт өткіздік, сенің келмегенің өкінішті. Маған қайта жаз. Өзіңде қалай екені жайлы, саған Айдостан.
Міне оқушылар, бұл менің 4-ші жаттығуға берген жауабым. Осымен 73-ші бетті аяқтаймыз. Келесі бетке көшейік. 74-ші бет. Entertainment. Values. Appreciate art. Exercise 1. Бірінші жаттығуымыз. Which of the sentences are true about you? Бірінші тапсырмада мына сөйлемдердің қайсысы сен жайлы шындық дейді. I love painting because мен сурет салғанды ұнатамын өйткені. I draw what is in my heart. Мен сурет салғанды ұнатамын өйткені мен жүрегімдегіні суреттеймін. It relaxes me. Ол мені демалдырады. I can express my feeling. Мен өз сезімімді айта аламын. It makes me feel proud. Өзімді мақтан ете аламын. I can impress my friends. Достарымды таңғалдырамын. It's fun. Ол көңілді. It makes me happy. Ол мені бақытты етеді. Tell your partner. Досыңа айт. Біздің жауабымыз I like painting because I draw what is in my heart and it makes me happy. Мен сурет салғанды ұнатамын, өйткені мен жүрегімдегіні суреттеймін және ол мені бақытты етеді. Келесі тапсырма exercise 2, екінші жаттығу. Your teacher wants you to create a story with two special creatures. In groups, think of what creatures you want to use. Draw pictures of each, then think what they can do. Decide on your story. Present the creatures and the story to the class. Ерекше жаратылыстар туралы әңгіме құрастыру керек. Топпен бірге қай жаратылысты сипаттағыларың келеді, соны ойланасыңдар. Сосын сол жаратылыстың суретін салсаңдар да болады. Сосын оны классқа көрсету керек. Gnomes. When you think of a gnome, you might picture your standard garden gnome, a small, cheerful guardian of flora and fauna. Сіз гном туралы ойласаңыз, сіз өзіңіздің стандартты бақша гномыңызды елестете аласыз. Флора мен фаунаның кішкентай көңілді қамқоршысы. Fairies, also known as fairies, fae or fire, can be traced back to old French medieval romance stories. These supernatural creatures of spirits are popular across a wide variety of myths, legends and stories leading up to the present day. Перілер, фейлер немесе феялар деп те белгілі ескілі француздық ортағасырлық романтикалық әңгімелерінен бастау алады. Бұл табиғаттан тыс жаратылыстар немесе рухтар бүгінгі күнге дейін көптеген мифтер, аңыздар және әңгімелер бойынша. Келесі тапсырмамыз exercise 3, үшінші жаттығу. Do the quiz, mark the sentences true or false. Квиз жаса және сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін табу керек. Біріншісі, Centaurs were from Greece. Кентаврлар Грециядан болған. Бұл дұрыс, true. Екіншісі, The Samrock was a bird. Самұрық құс болған. True, дұрыс. Үшіншісі, Pablo Picasso was from Ireland. Пабло Пикассо Ирландиядан болған. Бұл false, дұрыс емес. Төртіншісі, The camera had two heads. Камераның екі басы болған. Бұл дұрыс емес, false. Бесіншісі, Абилхан Қастеев is Kazakhstan's most famous writer. Абилхан Қастеев Қазақстанның өте танымал жазушысы. Бұл дұрыс емес, false. Алтыншысы, The phoenix was a wild bird. Феникс жабайы құс болған. Бұл дұрыс емес, false. Жетіншісі, Marco Polo lived in the 13th century.
Марко Поло 13 ғасырда өмір сүрген. Бұл дұрыс, true. 8-шісі Genghis Khan lived in North Africa. Шыңғыс хан солтүстік Африкада өмір сүрген. Бұл дұрыс емес, false. Міне оқушылар, бұл 3-ші тапсырмамыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма exercise 4. 4-ші жаттығуымыз. Look at module 5 and write a true-false quiz of your own similar to the one above. 5-ші модульге қара және true-false куизді ойыңнан жоғарыдағыдай куизге ұқсатып жасау керек. 5-ші модульдегі ақпараттарға сәйкес жасайсыңдар. Менің жасаған куизім. Біріншісі The camera had 3 heads. Камераның 3 басы болды. Бұл дұрыс, true. The samrock was a wild bird. Самұрық құс жабайы құс болған. Бұл дұрыс емес, false. Marco Polo lived in Venice. Марко Поло Венецияда өмір сүрді. Бұл дұрыс, true. Абилхан Қастеев is Kazakhstan's most famous painter. Абылхан Қастеев Қазақстанның өте танымал суретшісі. Бұл дұрыс, true. Келесі Pablo Picasso is the most famous writer. Пабло Пикассо өте танымал жазушы. Бұл дұрыс емес, false. Міне бұл 4-ші тапсырмамыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма exercise 5. 5-ші жаттығу. How can someone be a part of history? Read the song to find out. Қалайша адам тарихтың бір бөлігі болуы мүмкін? Өлеңді оқы және тап. B тапсырмасы listen to the song and fill in the missing verbs. Әнді тыңда және түсіп қалған орындарға етістіктерді қой. A part of history. The world around us changes fast, and soon today will be the past. But you can make your dreams come true, and make the world remember you. However hard you think it seems, you know you can fulfill your dreams. So be the best that you can be, and write a part of history. Some can change the world through art. They paint or write that's in their heart. Science can change things too. They find or invent something new. Great things grow from small ideas. So take a chance. Ignore your fears. Live your dreams and you might find you are leaving something great behind. Біріншісіне changes, екіншісіне come, үшіншісіне remember, төртіншісі fulfill, бесіншісіне paint, алтыншысы event, жетіншісі grow, сегізіншісіне take, тоғызыншысы ignore, оныншысына find деген етістіктерді қоямыз. Міне оқушылар, бұл 5-ші тапсырмамыздың дұрыс жауаптары. Бүгін сендермен 73-74 беттегі барлық жаттығуларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше назарларыңа рахмет.